Салем баршаңызға. Бүгін сіздерге баклажанның сіз білмейтін құпияларымен бөлісетін боламын. Қазақша каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Баклажанның баялы пайдасы шығыс елдерінде өсірілетін бір жылдық баклажан, баялы көкөнісінің адам денсаулығына тигізер пайдасы мол. Жүрек жұмысы мен қан айналымын дұрыстайтын баклажанның басқа да пайдалы қасиеттері жайлы айтамыз. Ендеше соңына дейін оқыңыз. Осыдан 1500 жыл бұрын Индия, орталық шығыс пен оңтүстік Азияда өсірілген. Әуелгіде баклажан жабайы түрде болып, адамдар оған арнайы көңіл бөлген соң оны жиі қолданатын болған. Алғашында оны көптеген аурулардың емі ретінде қолданды. Баклажанның пайдасы құрамында. Оның құрамындағы пайдалы дәрумендерді білген соң, оның не үшін денсаулыққа керек екенін сол мезетте ақ түсінеміз. Баклажанның құрамында жасұнық еритін қант, пектин, ақуыздар, калий, кальций, фосфор, темір, магний, натрий, 1, 2, 5 ірі дәрумендері құрамында. Ірі дәрумені болғандықтан балажан негідінен арыла алмай жүрген адамдарға жақсы көмектеседі. Ірі дәруменнің никотин қышқылы арқасында ағза никотиннің аштық сезімін жеңілдетеді. Әрі баклажанды асқазан және ішек ауруларымен ауыратын адамдарға тұтыну ұсынылады. Баклажанды күнделікті тұтыну атеросклероз ауруының алдын алып және оның емі болып саналады. Әрі бұл көкөніс холестериннің ағзадан шығуын жақсартады және қандағы концентрацияны алып тастайды. Анемия ауруымен ауыратын адамдарға баклажанның тигізер пайдасы көп, гемоглобин деңгейін реттейді. Сонымен қатар баклажан қант диабеті ауруымен ауыратын адамдардың қанының құрамындағы қанттың ыдырауына көмектеседі. Баклажан шырынынан дайындалған антисептик зиянды бактериялар мен инфекциялардан сақтайды. Халықтық ем ретінде оны жара мен ойықтың сыртына қолданады. Баклажан туралы қызықты деректер: баклажан жидек және ошағанның жақи туысы, кейбір жемісі 30 келіге дейін жетеді. Сицилия аралында жыл сайын балажан олимпиадасы болып өтеді. Осында әлемнің мықты аспаздары келіп, баклажаннан дайындалатын ерекше тағамдар жасап жарысады. Баклажан құрамында дәрумендер тобы, микроэлементтер, темір, мыс, калий, пектин және жасұнық бар. Дәрумендер жүкті әйелдің денсаулығына жағымды әсер етеді. Дәрумендер тапшылығын жеңуге және денсаулықты нығайтуға көмектеседі. Өнімнің құрамында көп мөлшерде кездесетін мыс қан аздық кезінде өте пайдалы болады. Калий жүректің жұмысына оң әсер етеді, қысымның төмендеуіне ықпал етеді, сонымен қатар ісінуді жояды. Жасұнық жүкті әйелдерде жиі кездесетін ас қорыту жүйесінің мәселелерін, іштің өтуі мен іш қату жояды. Пектиндер зиянды холестерин деңгейін төмендетеді, жүрек қан тамыр аурулары мен өттің толуының алдын алады. Бұл жидектер қант диабеті мен бүйрек аурулары кезінде де өте пайдалы болады. Сондай-ақ баклажанның диеталық өнім екенін атап өткен жөн. Шикі кезінде пісірілген түріне қарағанда құнарлылығы аз болады. Әсіресе оларды қуыратын болсаңыз. Көбіне әйелдер баклажанның ашы дәміне жиі назар аударады. Бұл оның құрамындағы соланинге байланысты. Көп мөлшерде болса соланин улы, бірақ баклажанның құрамында ол қажетті нормадан аспайды. Сол себепті уайымдауға еш себеп жоқ. Баклажанды қалай дайындаймыз? Құрамында соланиннің болуына байланысты баклажан ашы болуы мүмкін. Бұл ашы дәмді кетіруге болады. Баклажандарды жуып кесіңіз, сол жерде бөліктерінен шырындары шыққаннан кейін оларды сумен жуып пісіре беріңіз. Баклажаннан түрлі тағамдар дайындауға болады. Бірақ жүкті әйелдердің оны пісіріп жегені жақсы. Біріншіден, өнім құрамында пайдалы заттар көбірек сақталады. Екіншіден, пісіру кезінде ашы дәмі өздігінен кетіп қалады. Егер сіз баклажаннан жасалған тағамдарды үнемі жейтін болсаңыз, жақын арада жағдайыңыздың қалай жақсарғанын және ісіктің төмендегенін байқайсыз. Қуырылған баклажан, әрине, өте дәмді, бірақ оларды жүктілік кезінде жеуге болмайды, өйткені мұндай тамақ болашақ ана ағзасы үшін өте ауыр. Ал қуыру кезінде дәрумендердің көп бөлігі жойылып кетеді. Баклажан шырынының халықтық медицинада кеңінен қолданылатынын көп адамдар біле бермейді, өйткені ол қабынуға қарсы және бактерицидті қасиетке ие. Бірнеше рецептті көрсете кетейік. Холестерин мөлшерін азайту үшін жидекті ашып үккіштен өткізіңіз және дәке көмегімен шырынын жақсылап сығып алыңыз. Тамақтану алдында бір ас қасықтан ішіңіз. Өт айдау үшін баклажанды жуып ашыңыз.
Орташа 4 бұрышпен кесіп ыстық су құйыңыз, 100 мл және толығымен салқындағанша қойып қойыңыз. Тамақтанар алдында күніне 3 рет 100 мл ішіңіз. Егер сіз осы рецепттерді қолданғыңыз келсе, дәрігерден кеңес алуды ұсынамыз. Сізде кез келген қарсы көрсетілім орын алуы мүмкін, өйткені әр жүкті әйелдің ағзасы әр түрлі, ал ем қабылдау үшін жекелей тәртіп қажет болады. Құрметті оқырмандар,